Қазақстан қарулы күштерінің құрылған күнін Ақтөбе жұртыда ел аймақтарымен бірдей кең көлемде атап өтті. Ерлер жердің қорғаны, елдің тұтқасы деп аталған салтанатты шара бүгін тұңғыш президент атындағы орталық саябақта ақтөбеліктер мен қала қонақтарының басын қосты. Ақтөбе гарнизонының 66-55 әскери бөлімшесінің, Ақтөбе заң институты мен Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштері әскери институтының сарбаздары саябақ алаңында сап түзеді. Ақтөбеліктерді отан қорғаушылар күні мен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев құттықтады. Біздің қарулы күштеріміз еліміздің тәуелсіздігінің нығаюына, тұрақтылығына үлкен үлес қосып келеді. Ата-бабамыздан қалған дәстүрді жалғастырып, тәуелсіздігіміздің тірегін ары қарай нығайтуға күндемей, түндемей өздерінің барлық қажырларын, қайраттарын, қайсарлықтарын арнап келеді. Сіздерге тек қана өмір, денсаулық тілейміз. Еліміздің көк байрағы желбірей берсін. Елімізде тыныштық, тұрақтылық, бейбітшілік болсын. Облыс басшысы сондай-ақ тәуелсіз қазақ елін қорғауда зор ықпалын тигізгені үшін 15 әскери қызметкерді мерекелік медальдар және грамота алғыс хаттармен марапаттады. Арыстан Исмамбетовке де қызметтегі адал еңбегі үшін облыс әкімі кеудесіне медаль тақты. Ол 20 жылдың ішінде жергілікті әскери институтта жүздеген ұшқышты даярлады. Өз жұмысының үздігі деп танылған Арыстанның аспан әлемін бағындыру бала кезден бергі арманы. Ал білімді Саратовтағы әскери училищеде алған. Тәуелсіздік алған жылдардан кейін ол туған жері Ақтөбеге қайтып оралады. Во-первых, военный это Әскери қызметке бару үшін ең бастысы бойда қайрат, жүректе намыс болуы қажет. Содан соң сардарлар әр кезде де халыққа қызмет етуге дайын болуы керек деп санаймын. Әскери тұлғаға адамгершілік, ізгілік пен жауапкершілік қасиеттері тән. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың алғыс хатымен марапатталғандардың бірі 30-да 238 әскери бөлімнің сержанты Болатбек Зиядин. Еліне қалтқысыз қызмет етіп, еңбегімен ерекшеленген Болатбек бұл салада 13 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Әскерден оралған соң келісім шарт арқылы өзінің туған жеріне келіп жұмыс істеп жүр. Облыс әкімінен алғыс хатты алғаныма өте қуаныштымын. Осы отанымыздың, Қазақстан Республикасының ұлы отан қорғаушыларының бүгін 24 жыл толып жатыр. Осы әскеріміз жоғарыдан көріне берсін, асқақтай берсін. Әрі қарай мен өзімнің білімді жетілдіріп, Қазақстан бір тірегі болып жүре беремін. Салтанатты шараны мектеп оқушылары да тамашалады. Олар өздерін отаншылық рухта тәрбиеленіп жатқан қазақ елінің патриоттары санайды. Оқушылар сап түзеген сарбаздардың парадынан үлкен әсер алған. Отанға қызмет етеміз деп елге деген сүйіспеншіліктерін жеткізді. Мен бүгінгі салтанатты шараға қатысып отқаныма өте қуаныштымын. Себебі жеңіс күні, отан қорғаушылар күні мен үшін өте беделі артық күн деп айтуға болады. Мен өскенде осы жиынға жиналған ағаларымыз сияқты Қазақстан Республикасын, отанымды қорғауға ант беремін. Қазақстан Республикасының отан қорғаушылар күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Елім үшін, жерім үшін Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Мерекелік шара барысында ақтөбелік өнерпаздар жиналған жұртшылыққа концерттік бағдарламасын ұсынды. Күй төгіліп, ән айтылды, мың бұралған қыздар би биледі. Көптің көңілі көтеріңкі, жүздері жайдарлы. Ауған соғыстың ардагерлерінен айтатыным қазақ офицерлерге, солдаттарға, сарбаздарға зор денсаулық, мол уақыт, қызметтері жемісті болсын, аспанымыз ашық болсын. Осындай тыныштық, мерекелі заманда өмір сүре беріңдер, бала-шағаларымыз барлығы да аман болсын. Қазақстанымызда аманшылық болсын, мәңгілік болсын Қазақстанымыз. Барша халықты осы біздің отан қорғаушылар күнімен құттықтағым келеді. Және олардың мұндай абыройлы міндеттерін абыроймен атқарып, елімізді, ата-бабадан қалған елімізді білектің ұшымен, найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғаған жерін одан әрі сақтап қаламыз. Сол үшін құтты болсын мейрамдарымызбен.